Сәлем бәріне, бүгін 165-ші беттегі өзіндік тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ал бастайық, ең бірінші номер 1-ші есепті шығарайық. Бұл жерде y-тен 2x квадрат функциясының графигіне тиісті емес нүктені анықтаңдар деген. Ал бастайық, ең бірінші нүкте бізде ол А нүктесі. Қарап отырсақ, мына жерде 0, мына жердегі сан ол y-ге тең, ал мына жердегі сан x-ге тең. Ал енді орнына қойайық. 0-тен 2 көбейтілген 0-дің квадраты. Бұл жерде бізде 0-тен 0-ға болады, яғни 0-дің квадраты 0, 0-ді 2 көбейтсек те 0 шығады. Екінші Б нүктесінде қарайық. Бізде y бізде 2 көбейтілген 1 квадрат. Бұл жерде бізде 1-ді 1-ге көбейтсек 1 шығады, яғни 1-дің квадраты 1, 2-ні 1-ге көбейтсек 2 шығады, яғни 2-тен 2. Үшінші С нүктесінде қарайық. Мұнда y бізде 2, және де 2-ні көбейтеміз минус 1-дің квадратына. Сонда минус 1-ді өз-өзіне 2 рет көбейтсек 1 саны шығады, яғни минусты минусқа көбейтсек плюс саны шығады. Сосын 2-ні 1-ге көбейткен кезде 2 шығады. Міне 2. Келесі 4-шісіне Д-да қарайық. Бұл жерде минус 2 бізде. Міне минус 2 тең. Y минус 2 тең, және 2 көбейтілген минус 1-дің квадраты. Минус 1-ді 2 рет өз-өзіне көбейткен кезде шығады 1 саны. 1-ді 2-ге көбейткен кезде шығады 2 саны. Сонда минус 2 саны тең емес 2-ге. Екіншісінде y-тен минус 3x куб функциясының x-тен минус 2 болғандағы мәнін табыңдар деген. Міне функцияны жазып алдым, және де x минус 2-ге тең болса, бізде y нешеге тең екенін табу қажет. Ал бастайын. Сонда y-на x-тің орнына минус 2-ні қояйын. y-тен минус 3 көбейтілген минус 2-ның кубы. Бұл жерде y-тен минус 2-ның кубы бізде минус 8-ге тең, яғни минус 3 көбейтілген минус 8-ге тең деп жазамыз. y-тен 24-ге тең деп жазамыз. Сонда бұл жерде жауабы бізде С болады. Номер 3-шісінде қарайық. Мұнда жерде y-тен ax квадрат функциясының x-тен минус 3 болғандағы мәні минус 9-ға тең деп тұр. А-ның мәнін табыңдар деген. А бізде бір кез келген сан. Ал бастайын. Бұл жерде міне y-ті біз минус 9 деп жазып алайық. Минус 9 тең А жазамыз, және де x-ті минус 3 деп жазамыз. Және де квадрат деп жазамыз. Минус 9 А көбейтілген минус 3-дің квадраты бізде 9-ға тең. Сонда А тең бізде көріп тұрғандай минус 1. Жауабы бізде Б. Төртіншісінде y-тен минус x-тен 5 функциясының графигіне тиісті емес нүктені анықтаңдар деген. Бұл жерде қателескен. Тиісті емес, тиісті нүктені табыңдар деген. Сол себепті тиістіні іздейтін боламыз. Y бізде 5-ге тең, ал x бізде 1-ге тең. Сонда 5 тең 5 бөлінген 1-ге. Бұл жерде бізде тиісті емес. Екіншісінде y бізде 10-ға тең. Y 10-ға тең,
және де минус 5-ті бөлеміз x-ті минус 2 деп жазамыз мына жерге. Бізде бұл жерде тиісті емес болады, себебі 2,15 тиісті емес 10-ға. Келесі үшіншісінде бізде минус 25 тен минус 5-ті бөлеміз. Бұл жерде минус 5-тің астына 1-ді қоя салайық, және де көбейтеміз. Көбейтпейміз, мына жерде бізде бөлі тұр ғой, соны себепті көбейтіп, санды керіс санға айналдыра саламыз. Сонда бізде шығады 1-ден 5 саны. 5-тен болады минус 25-ке. Бұл жерде бізде тиісті, яғни жауабы бізде С болады. Достар, егер түсінбей жатсаңыздар, бұл жерде минус 4-те, 4-ші есепте тиісті емес нүктені сұрап тұр. Бірақ та бізге тиістіні іздеу керек, себебі мұнда 3 нүктенің үшеуі де бұл жерде тиісті емес, ал бұл жерде тек бірақ жауап болу керек. Сол себепті біз тиісті сұрақты қажет. 5-шісінде y-тен минус x-тен 14 функциясының мәні өсетіндей x-тің барлық мәндерін көрсетіндер деген. Бұл жерде ең бірінші А-сында бізде болмайды, себебі минус 14 санын 0-ға бөле алмаймыз, яғни санды 0-ге бөлуге болмайды. Бысында міне. Келесі ең соңғы дысында бұл жерде бізде болады. Келесі 6-шы есепте бұл жерде графигі А минус 2 және де минус 4,5 нүктесі арқылы өтетін кері пропорционалдықты формуламен өрнектеңдер деген. Сонда ең бірінші бір мысалы А-сында бізде y-тен минус x-тен 9 деген. Енді осы жерге біз x пен y-ті орналастыруымыз керек. Сонда 4,15 жазылайық, жарайды. 4,15 минус 9 және де астында x-тің орнына минус 2-ні қоямыз. Минус 9-ды минус 2-ге бөлген кезде 10 минус 4,15 тиісті емес. Бысында бөлінген x-та x-тің орнына минус 4,15 x-ті қойық. Y және де мына жерге 9 және x-тің орнына минус 2-ні қоямыз. Сонда бізде минус 4,15 тен болады. 9-ы минус 2-ге бөлген кезде шығады минус 4,15. Яғни бұл жерде жауабы Б болады.